Сәлем баршаңызға. Бүгін хрустящий баклажаннан рулеттер жасайтын боламыз. Дәмі өте хрустящий болып шығады, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай баклажанымызды жақсылап жуып алып, осындай жіңішке бөліктерге бөлеміз. Қатты жұқа және қатты қалың болып кетпеуі қажет. Осындайынан бөліктерге бөліп аламыз. Барлық баклажандарымызды бөліктерге бөліп, бір ыдысымызға салатын боламыз. Үстінен 2 ас қасық тұзымызды салып, суымызды құйып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Яғни осы баклажандағы ащылықты осы тұз суымыз алатын болады. Енді осыны дайын болғанша мен жұмыртқасын дайындай беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналым дамуына үлес қосыңыздар. Осылай жұмыртқамыздың үстінен тұзымызды қосып, тағы да осындай вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді баклажанымызды салып отырып, панировочный сухариге аунататын боламыз. Жақсысын аласыздар панировочный сухаридің. Қатты майдалысы емес, сәл ірілеуін аласыздар. Өте дәмді болып шығады, хрустящий болып шығады. Барлық баклажандарымызды осылайынан сухариге аунатып шығатын боламыз. Барлығын аунатып алдым. Енді қызып тұрған майымызда, сұйық майымызға пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз, қатты отта күйіп кетеді. Осылайынан барлығын екі бетін ауната отырып қуыратын боласыздар. Барлығын осылай қызыл түс болғанша екі бетін аударып қуырып аламыз. Жақсылап мән беріңіздер, күйіп кетпеу керек. Ортасы толығымен пісуі қажет. Қуырылған кезде қатты жап-жасыл болып қалып кетпеуі қажет. Осылайынан барлығын қуырып аламыз. Баклажандарыңызды құрғақ салафанға, салфеткаге, яғни салатын боласыздар. Сонда майы тартылатын болады. Барлығын осылайынан вилканың көмегімен жинап аламыз. Мінеке барлығын қуырып алдым. Осындай сап-сары әдемі түсте болды. Енді менде майонез бен чеснокты араластырдым. Укроп қоссаңыздар да болады. Мен ол укропты қоспадым. Осындай қуырылған баклажанымызға 1 шай қасықтан ішіне жаға отырып, ортасына помидорымызды осындай жіңішке етіп орайтын боламыз. Рулет құсатып, осылайынан салатын лист қойсаңыздар да болады. Мен салатын лист қоймадым. Осылайынан қойып жасасаңыздар болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.